Қайырлы күн, құрметті оқырмандарым. Ораза ұстаған кісілерге ораза қабыл болсын. Осындай ауыз бекіткен кісілерге жылдам әрі жеңіл, тез дайындалатын лимон қосылған пирог дайындаймыз бүгін. Өте оңай. Менімен бірге жасап көріңіздер. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Ең бірінші осындай ыдысымызға 5 жұмыртқаны жарып салып, үстіне шекер саламыз. Енді жақсылап миксермен көбіктенгенше араластырамыз. Ендігі кезекте ерітілген сары май. Сары майымызды құйып, тағы да миксермен араластырып аламыз. Әр салманы салып болғанда, міндетті түрде миксермен араластырып отырамыз. Және қопсытқыш саламыз. Қопсытқыш 1,5 шай қасық қопсытқыш саламыз. Араластырамыз жақсылап. Қопсытқыш салған кезде ұзағынан миксермен араластырып алу керек. Енді електен өткізіп отырып, өлшеніп салынған ұнымызды бөліп, үшке бөліп салып отырып араластырамыз. Ингредиентін описание бөліміне қалдырып кетемін. Описание бөліміне кіріп, неше түрлі тәттілерді жылдам, оңай дайындалатын тағамдарды менімен бірге дайындап көріңіздер. Оның 3-ші бөлігін салмай тұрып, 1 лимонды аламыз және оның сыртын терканың ең кіші жағымен теркадан өткізіп аламыз. Әдемі дәм береді. Және лимонды 2-ге бөлеміз. Бір жақ бөлігінің суын ғана құямыз. Сығамыз қолымызбен. Миксердің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Және оның 3-ші бөлігін осылай електің көмегімен өткізіп отырып, салып, тағы да миксерлейміз. Біздің массамыз дайын болды. Силиконды күрекшенің көмегімен осылай араластырып, табанымызға пергамент төсеп, массамызды құямыз. Сұйықтығы осындай болуы керек. Және бетіне шоколадты осылай пышақпен турап, бетіне қоюды жөн көрдім. Осылай қойып шығамыз және 200 градуста жарты сағат пісіріп аламыз. Міне осындай биіктікте шықты. Бұл жерде айта кетерім, пирогтың массасы сұйықтау болғандықтан бетіне қойған шоколадымыз астына түсіп кетті. Сіздер шамалы ұнын шамалы көбірек қылып салып, қоюлау қылсаңыздар, бетінде әдемі болып шоколады еріп, әдемі болып піседі. Бетіне осылай сахарный пудра септім. Осындай өте биік, әдемі болып пісті. Дәмі де керемет болды. Лимонның дәмі шығады. Бұл жерде мен пирогты 22 сантиметрлік диаметрде пісірдім. Өте биік, әдемі, дәмді, ауызашарға оп-оңай, тез дайындалатын пирог. Менімен бірге дайындап көріңіздер. Өте оңай. Сіздермен бірге болған Гүлнұр Темировна.